Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыз, амансыздар ма? Мынау бүгін 23 наурыз, яғни түркітілдес халықтардың жаңа жылы, жаңа күні басталды. Жаңа бақыт береке алып келсін дейміз. Құтты болсын мерекелеріңіз, табысты жыл болсын, жыл басы қайырмен келсін. Енді біз жалпы осы күннің барысындағы болып жатқан әрекеттер туралы айтып өткім келіп отыр. 13 қаңтардан бастап бүгінгі күнге дейін 23 наурызға дейін біз Ордабасы аудандық сотына талап арыз түсіргенбіз. Яғни 18 желтоқсандағы 2025 жылдың нөмірі 22 заңсыз шығарылған бұйрықты, яғни оқу орынбасарынан аластату бұйрығын күшін жойды бергенбіз. Міне Ордабасы аудандық сотының судьясы Н.А. Жұмабаев сотты созып, сот процесін созып, осы уақытқа дейін, осы күнге дейін әкелді. Міне енді екінші сот отырысы ертең осы 26 наурыз сағат 10-ға қойған болатын. Енді біз екі рет Ордабасы аудандық сотының судьясына қарсылық білдірдік. Яғни қарсылық білдіру арыз дегеніміз не екенін жалпы түсіндіріп өтейін. Бұл қарсылық білдіру дегеніміз сот процесі барысында сот процесін қарап жатқан судья заңсыздыққа жол бой алдырады. Енді әртүрлі себептер болуы мүмкін. Күдік болуы мүмкін, сатылды деген, не болмаса заңды білмей қалуы мүмкін деген сияқты әртүрлі мәселелер болады ғой. Ой болады деген сияқты. Мына сол соттың судьясының заңсыз әрекеттерін уәждеп, баптарын, тармақтарын көрсетіп, қарсылық танытқанбыз екі рет. Енді қазір тағы да бізде 3-4 қарсылық бар. Соның үшіншісін бергелі отырмыз. Сот процесі басталсын, жұмыс күні болсын деп отырмыз. Тағы да айтам, түсінікті болу үшін мен де осы 3 айдың көлемінде сот процесінде болатын әрекеттер туралы, заңдылықтар, заңсыздықтар туралы енді көзім жетіп біліп отырмын. Елімізде мен бір-екі пост алған кезде елімізде заң жоқ деп айтқан болатынмын. Ашынғаннан кейін, процесте жүрмей жатқаннан кейін, енді қазір көзім жетті. Қазақстан Республикасының Конституциясын оқып жатырмын. Қылмыстық кодексті оқыдым, азаматтық процесс кодекстерді оқып жатырмыз. Енді соның бар заңның бәрін жасап қойған. Біздің билік басында отырған заң шығарушы органдар, өкімет дейміз ба, олардың бәрі заңды нақтылап шығарған екен да. Бірақ осы кейбір билік басында отырған, қызметте отырған біздің әке-көкелеріміз, шәкелеріміз басқа бағытқа бұру үшін заңды бұрмалайды екен. Мен соған көзім жетіп отыр. Енді осындай әрекеттің барысында үшінші мәрте аудандық сотының судьясы Жұмабаевқа қарсылық білдіру арызын тастаймыз. Қарсылық білдіру арыз дегеніміз ол сот процесін жүріп жатқан судьяның заңсыз әрекеттерін уәждеп, заң талабына, заң шеңберінде қарсылық білдіру. Яғни сіз заңсыз жасап жатқан жоқсыз деп айту қағаз жүзінде екен да, өтініш хат арқылы. Енді жаңа қазір тағы да бір сағат, жарты сағаттың көлемінде екінші пост салып, бұл жерде сот процесінде болатын жағдайлар туралы, судьяның сот аяқтау барысында қандай заңды әрекетке барып, заңды шешім шығаратын туралы. Қош сау болыңыздар. Қайырлы күн болсын дейміз тағы да.